осы жон-жөнім болғандығы үшін қарыз алдым деп ойласаңыз қателесесіз. Ол бір бәңке, мысалы бір Инхан, көпшілік, бір Инхан орталықтағы жон-жөнінің сөзіне сеніп арқылы сізге қарыз тарқатпайды. Ол тауба дедім да, мен бір ат беріп, дайкон бітіртетіндер бар екен. Бұл дайкон алғыларыңыз келіп бара жатса, бүйтіп қиналудың қажеті жоқ. Бұл жерде дайкон аламыз десек, өзіміздің сенімділігімізді дұрыстасақ болды. Ал енді мен ойлаймын, қарапайым малшы қауымда, я болмаса диқан қауымда онша көптеген дайкондар бола бермейді. Я болмаса сіздер жаңағы тордан, ана жерден қарыз алуды білмейсіздер де, алмайсыздар да. Ал ондай болса, демек бұл жерде үлкен сенімділік мәселесі көрілмейді деген сөз. Ал енді оған бола біреуге бір ат беріп, одан барып дайкон алып, аралыққа біреулерді жүгіртудің қажеті жоқ. Осылайша ат беріп жүріп, жылқы беріп жүріп, бір адамға қазір 100 жылқы жинап бергендер бар екен. Ал енді қарыз алу ешқашан жаман іс емес, бірақ сол қарызды дұрыс пайдалана алмау мәселесін ойласуымыз керек. Енді қарыз аламыз дейді екенбіз, бәңкеде өзі 66.000 түрлі қарыз бар. 60.000 түрі бар қарыздың. Әрқайсы бәңкенің оқсамаған қарыз саясаттары болады. Сіздер бұл жерде орталықтан бір берекші іздемей-ақ, немесе орталықтан жаңағы жон-жерін іздемей-ақ, төте сол бәңкедегі қарыз тарқататын бөлімге барсаңыздар, содан кейін солар айтады сізге, мынандай материалдарды дайындасаңыз, біз сізге мынандай қарыз әкеп береміз дейді. Ал енді орталықта осы жон-жерім болғандығы үшін қарыз алдым деп ойласаңыз қателесесіз. Ол бір бәңке, мысалы бір Инхан, көпшілік, бір Инхан орталықтағы жон-жерінің сөзіне сеніп арқылы сізге қарыз тарқатпайды. Керісінше, осы бәңкеде осындай қарыз тарқату саясаты болғандығы үшін тарқатады. Ал сіз орталықта осы бір бәңкеге төте бармай, мына орталықты кесіп бұзып өтіп, төте бәңкеге бармағандығыңыз себепті ана ортадағы біреу бітіріп береді екен деп ойлайсыз. Ол өзі бір айдалада жүрген біреу, оның бәңкемен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Оның тек қана осы бәңкеде істейтін жаңағы қарыз бөліміндегі бір адамды танитын жері бар. Ал сіз сол бәңкеге төте барсам, маған бұндай қарыз тимейді деп ойлайсыз. Керісінше, сіз сол бәңкеге төте барасыз, содан кейін сендерде осындай қарыз бар ма? Бұның жылдық өсімі қанша? Төмен өсімдегі қарызы бар ма бұның? Бұны қалай қайтарсам болады? Бұны алу үшін қандай рәсіметтарды өтеуім керек деп сұрасаңыз, сосын бұлар өздері айтады сіздерге. Көрдіңіздер ме? Мен осы нәрсеге қарап таң қалдым. Қазір сөйтіп жаңағы бір жылқыдан беріп жүріп, 100 жылқы жинап алған орталықта жүріп. Ал енді қызық болған кезде, енді осы қарызды алған халқым не істеп жатқанын білесіздер ме? Енді қарызды алып алған 50 мыңдап, 100 мыңдап қарызды алып алған халқым, енді оны бір жылға дейін жаңағы шегіртке ұсап, бұны қалай қайтару мәселесін ойланбаған. Енді ойланбай, одан қайтадан мынаған келіп, тағы да жаңағы орталықтағы берекшеге келіп, оған тағы да бір тайынша беріп, бұзау беріп, мына қарызымның жыл санын тағы бір жылға ұзартып берсең дейді екен. Сонда сіздердің анау төмен өсімді қарыз алғандардың не пайдасы қалды сонда? Мүмкін сіздерге төмен өсімді берсе, 3-5 процентпен берген болу керек. Ал жоғары болса 6-да 9, я болмаса 8-де 9 болады. Осындай ғана. Ал енді сіз оған алу үшін бір жылқы берсеңіз, қайтару үшін, жаңағы жылын ұзарту үшін тағы да бір тайынша берсеңіз, сонда сіздің төлеген өсіміңіз мынадан әлдеқайда асып кетті ғой. Біз неге осы нәрсені ойламаймыз? Кім айтқандай? Нұржан айтушы еді ғой. Сен өзіңнің түнде не істеп жатқаныңды ойламайсың ба? Мынау не істеп жатырмын, мен не істеп жатырмын деп ойламайсың ба дейді. Сол секілді да кәдімгі. Біз өзіміздің не істеп жатқанымызды ойлауымыз керек. Мына ақшаны алған күнді, немесе осы ақшаны алудан бұрын осыны неге пайдаланам, қалай қайтарам, осы ақшаны алудағы басты мақсатым не деген нәрсені ойламайсыз ба? Міне, сондықтан қарыз алу, қарыз қайтару, қарызды пайдалану дегеннің барлығына білім керек, көпшілік, білім. Сондықтан білім еш нәрсені ойланбай тұрып, төтесінен барып қарызға белшеден бату сізді құрдымға құлататын нәрсе. Дұрыс па қате ма? Дұрыс болса, пікір қалдыру аймағына ойыңызды жазыңыз. 记得关注再走哦。